Сәлем достар, бүгін сіздермен менің қайнатамның жасаған өте керемет ыстық тамағының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге пияз қажет болады, және де қара бұрыш, қалауымызша дәмдеуіш, тұз, мұнда менде томат және де соя тұздығы араласқан. Осылар қажет болады. Ең бірінші біз тауықты жақсылап жуып шайып аламыз. Үстінен тұзды саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып алып, үстінен қара бұрышты саламыз. Және де қалауымызша дәмдеуіштерімізді саламыз. Тауыққа арналған пайдалансаңыз болады. Ал енді соя тұздығымызбен томат пастасын осылай үстінен құямыз. Енді 2 пияз қажет болады бізге. Қалауымызша кесіп, тауықтың үстінен салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң кемінде 1 сағат уақытқа осылай мариновкасы сіңгенше қалдырып қоятын боламыз. Ол уақытта біз картопты кесіп дайындап қоямыз. Міне біздің мариновкамыз дайын болды. Енді арасынан осылай тауықтарды алып, керекті табамызға салып шығамыз. Астына осылай пергамент қағазын төсесеңіз болады, бірақ бұл міндетті емес. Міне тауықтарымыздың барлығын салып жатырмыз. Ал енді осылай кесілініп дайындалған картопты осы мариновкамызға салып жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай тұз қоспаймыз. Осы тауығымыздың үстінен саламыз да 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1 сағат, 1,5 сағат уақыттай пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Егер де сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Күн сайын сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп тұруға тырысатын боламын.